Якаланған Осман Беляловның бабасыны сұрғудан сон еберділер. Бахчисарайда уғылысының евінді көветчілер тынтув кечірділер. Ришат Беляловны Қырым бірдемлегі бірлешмесінің фаалиетінде іштірак еткені яда етмегені ақында сұрғуладылар. Бұның еле уғылысының фаалиетінен де мерақландылар. Начал спрашивать за это. Сейчас. Ким Қырым бірдемлігі пикетлерінің тешкіл етті деп сұрады. Сіз іштірақ еттіңіз, мен сізге видеоны көстерерім. Бір кімсе деп айттым. Мен қомшыға барған кібі бардым. Бір сөзнен айтқанда провокациялы ама емшақ тарызда кешті. Пек басмадылар. Русия көветчілері сұрғудан сон Қырым бірдемлігінің да кефаліні еберді. Оларның суретлері чықарылды ве пармақ излері қайдетілді. Олар тынту вақтында полиция ве ФСБ-нің әрекетлеріні видеоға чықарғанлары себебінден тұтылған еді. Айны заманда фалер аляда сабақ месжетке кеткен Осман Беляловнен бағланып оламай, о милетлер ве дінлер аразы дие доғырғанда қабатлана. Бұның ақында UATV-ге оқу құрой Назим Шейхмамбетов айтып берді. Якобы ему инкриминируют. О Русия Федерациясының 282 маддесі бойынша қабатлана. Бұл миллетлер ара вединлер аразы дітте доғырып. Бір авта евел айны бұл мадде бойынша Марлен Мустафаев қабатланған еді. Бір аз евел Ялталы Илана Мамедовада. Бүгінде тағиқат комитеті Қырым татарларға қаршы 282 мадденің құлануыны еменлікнен айта білеміз. Бахчисарайда Сабайыр те полис хадимлері ОМОН ве Русия гвардиясы Беляловның еванды тынтув кечірмеге башлады. Достларының сөзлеріне көре Осман Саба Ахмет жетке кетті, ама баражақ еріне барып чықмады. Белялов сима бюслер құранталарының ичтимаеве тұрмуш проблемаларының чәзілівінен оғрашайды. Экибін 16 сенесі дерсін рухсет берілмеген митингке иштирак еткені үшін 10 000 рубле пара жүремесіне жазаланған еді. Османның мектеп чағына етмеген уч баласы бар, бұндан ғайры о ағасы Меметнің қорантасыны да бақа. Мемет Бахчисарайдаки Хизбут Тахрир давасының фигуранты. Оны эсассыз яқалап сезода тұталар.